Саламатсыздар ма? Біз енді зарплат январь айына есептедік. Зарплат есептедік. Міне 3 не шықты. Общий 1 213 000. Барлығы міне шықты. Дополнительныйға міне 3 құжатты көрсетіп тұр. Комментарийіне мына жерге январь зарплата за январь деп көрсетсек, провести закрыть еткен кезде, вот мына жерде комментарийде көрсетіліп тұрады. Біз ертең больничный есептейміз, отпуск есептейміз, зарплат есептейміз. Сол кезде шатаспас үшін осылай жазып қойсаңыздар болады комментарий. Енді біздер зарплат есептеп, удержание бәрін есептегеннен кейін, енді біз қызметкерлерге еңбек ақыларын төлейміз. Ол үшін біз зарплатаға кіріп, зарплата к выплатаға кіреміз. Мына жерге галочка қойып қойып, жұлдызша зарплата к выплатаға кіреміз. Создавать етеміз. Мына жерге 31.01.24 дейік. Мына жерге через касса емес, через банк дейміз. Мына жерге банк көрсетеміз. Бұл жерде банкты көрсетеміз, именно мекеменің банкі емес, қызметкерлердің банк карточкаларын көрсетеміз. Қай банкте зарплата алатын? Народный банк Қазақстаны бізде қызметкерлердің бәрі. Вот мына жерге январь дейміз. Январь 2024 зарплата за месяц. Вот. Осыны қойып автозаполнение жасаған кезде бізде январь бойынша барлық төлеуге керек нелері шығады. 1 25 000 теңге дейді. А бізде мана зарплатада қанша болды? Итогында 1 25 351 теңге КВПТ шығарып тұр. Бізде сол соманы КВПТ көрсетіп тұр. Қолға алатын еңбек ақылары. Енді бұл жерде МБС бар, РБС бар. Қызметкерлердің бұның бәрін бір төлеп жүруге болады. Немесе МБ, РБ деп бөлек төлесеңіздер болады. Ол үшін мына жерге источник финансирования программасын көрсетеміз. Именно қай программа төлейін деп жатқанымызды. МБ, қайттан автозаполнение береміз. Сол кезде бізде тек қана МБ-ның суммасы шығады 861 000 теңге. МБ-лары бойынша зарплаты. Осыны записать етеміз. Сосын создать на основанияны басып, платежное поручение исходящий дейміз. Соны басқаннан кейін біз мына жерге уже бүгінгі төлейтін датаны көрсетеміз. Например, біз бүгін 10 февраль төлеп жатырмыз дейік. 10.02.24 оплачено дей тұрайық мына жерге. Мына жерге біз банковский счетты көрсетеміз. 10 редактерін дейді. Да, 10 бұл біздің онлайн банктегі кезекті датасы номері. Мына жерге ну дейміз. Налоговый учетқа жатады. Номер банкі жаңағы 10.02.24 10.30. Мына жерге перечисление заработной платы бәрі автоматом шығады. Статья ДДС-ке мына жерде еш нәрсе шықпаса заполнитті басып көрсетеміз. Мына жерде енді көрсетсеңіздер болады. Бұл ертең отчеттарға қажет. Егер статья ДДС бұл балансовый отчет кезде, доход-расход кезде соныған қажет. Доход-расход бізде екінші не бар ғой? Движение денежных средств деген. Баланспен бірге тапсыратын. Сол құжатқа көрсетіледі. Қандай шығындар, қандай движениялар деген сияқты. Выплата заработной платы міне. Соны көрсеттік. Мына жерге КМП-сі бізде 332, қателеспесем зарплат бойынша 332. Перечисление лицом заработная оплата труда. КБК керек емес. Осыны көрсетеміз, провести етеміз. Провести етіп, біз мына жерге sheet файлды жүктеп аламыз. Мынандай не шығады, оны жаба тұрамыз. Шыққаннан кейін бізде міне осы шығады. Мына жерде қай жерге сақтайтынымызды көрсетіп тұр. Мына 3 нүктені басып рабочий столды көрсетеміз, например, выбор папки. Рабочий стол, мыналар Windows болса Windows, егер қазақша котировка болса UTF-8 деп таңдаймыз.
егер UTF-8 таңдайтын болсаңыздар, онлайн банкте де UTF-8 деп тұрады. Былай Windows'ты таңдасаңыздар да, анда Windows деп тұру керек. Выгрузетті басамыз. Мына жерде код организация банковский система сұрап тұр менен. Ол бізде осындай ошибка ең басында болады организация. Новый тек қана Народный банкке әлі жібермегендіктен, оны біз мына предприятиядан көрсетіп жіберсеңіздер, организация, соның ішінде мына жерде көкпен жазылған еще, сол жерде вот коды организация банковской системаға кіріп, мына жерден создать, Народный банк, мына жерге 10 деп салсаңыздар, ол ошибка шығармайды. Тура осы жерге барлық нені қойып тастау керек. Правительство для граждан 11 деп кез келген 2 сан салсаңыздар болады бұл жерден. Комитет казначейства ертең налог төлегенде, не төлеген кезде, именно шит файлмен жіберетін кезде осындай нелер шығарады. Осыны таңдадық. Вот енді қайттан провести етіп, қайттан шит файлды алайық. Жабамыз бірінші шыққанды выгрузить етеміз. Сол кезде мына астымызда мына данные успешно выгружены дейді. Бұл рабочий столда текстовый документ блокнот ретінде сақталынып тұрады. Ол бізде қандай неде тұрады? Ол бізде папка ашылады. Бұл жерден 24.08 бүгінгі датамен папка ашылады. Соның ішінде міне бұл бізде выгрузка жасайтын. Біріншісін MT10 дегенді біз бүгінгі датамен MT10 дегенді біз онлайн банкке жүктейміз. Онлайн банкке бірінші кіріп аламыз. Сосын егер де сізде Народный банк болатын болса, одним платежем дегенге басып, осы MT10-ды жүктеп аламыз. Жүктеген кезде автомат түрде жаңағы нелердің бәрі түсетін болады. Жаңағы қызметкерлердің бәрі түсіп тұрады. Иінімен, несімен, аты жөнімен, суммасы осылай шығарып тұрады. Біз осылай зарплата КПЛТ жасап аламыз. Бұл бізде тек қана МБ төледік жаңа біз. Тура осылай январ айына РБ-ны да төлеп аламыз екі бөлек. Егерде екі бөлек төлейтін болсаңыздар, МБ, РБ деп. Мына жерге программа РБ дейік. Мына жерге январ дейік. Автозаполнение. Вот РБ-ның суммалары 163 000 теңге. Записать. Создать на основании платежка. Уже екінші платежка кетті бұл бізде. Датасы бүгінгі датамен кетеді. Мына жерге келесі номер 11-ші платежка. Мына жерге 11-ші платежка. Тоже бүгінгі дата. Біз мана 10 февраль дедік та бүгінгі датамызды. Мына жерге PR болып кетеді. Ол бізде болып тұру керек. Оплачен деген галочканы қоямыз. Мына жерге выплата заработной платы. 332 КМП. Вот провести етіп алып, шит файлды жаңағыдай сформировать етеміз. Бірақ шит файлды екінші рет істеген кезде біз жаңағы шит файлдың тура орнына түседі. Анаусын жоқ қылып жібереді, жаңағы түскен. Соны орнына келіп түседі. Сол үшін шит файлды уже егер сіз әлі төлемей, сонында бір общий бір төлем десеңіздер, онда сіз жаңағы онда рабочий столға емес, басқа папкеге сақтай тұрыңыздар келесі нені. Келесі шит файлды егер бөліп шит файлды жинап барып бөлек төлейтін болсаңыздар. Ал егерде бірінші шит файлды алып, онлайн банктен төлеп тастап, келесін алып, уже анасы керек емес болса, жаңағы путь ауыстырмай выгрузить етіп, мына жерге түсіп, соны онлайн банкке жүктей берсеңіздер болады. Зарплата КПТ бойынша осылай төлейсіздер. Төлегеннен кейін бізде расчетный листте уже 15 февральмен шығарған кезде бізде вот мына жерде перечисление банк деп уже төленіп, долг организация уже көрсетілмейді. Бізде A1-сте автомат түрде төленгенін платежка проведенный болғаннан кейін барып қызметкерге бережақ емес деп көрсетеді. Ол бізде жаңағы біз зарплата КПЛТ-дан на основании платежка жасадық. Ол платежка бізде банк и касса мына жерде исходящий.
Бізде ГКП-да бәрі платеж поручение исходящиймен осылай жасалынады. Вот мына жерде садовать етіліп тұр. МБ, РБ зарплаталар. Жақсы.